Сәлем құрметті көрермен, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымызда a profile Students Book'тағы 51-ші бетте. I can write a profile of a famous person. Яғни profile деп тұрғанымыз бұл жердегі атақты адамның құжатын мен сипаттап бере аламын. Яғни атақты адамды бір алып, сол профайлға енгізеді. Profile дегеніміз яғни сол тұлғаның сипаттамасы. Яғни мына жерде қараңыздар, бұл жерде бірінші бетімізде бізде famous person, атақты адамның мәтінін берген. Daniel Craig дегеніміз, яғни осы туралы бірінші аударып біліп алайық. Daniel Craig's full name is Daniel Roughton Craig. Daniel Craig'тің толық аты Daniel Roughton Craig болып табылады. He was born on 2nd March 1968 in Chester, England. Ол Англия еліндегі Честер қаласында 1968 жылы 2 наурызында дүниеге келді дейді. His average height 1 meters 78 centimeters and slim. And he's got short blonde hair and blue eyes. Оның бойы 1,78 метр болып табылады, және де ол арық. Және де ол шашы блондин шашы, яғни ашық шашты, және де оның көзі көк түсті болып табылады. Және ары қарай. He first started acting when he was 6 years old, and he started professional training at the age of 16 when he joined the National Youth Theatre. Ол бірінші өзінің ойнаған рөлі ойнаған кезде оның жасы 6-да болған дейді, және де ол профессионалдық өзінің 16 жастағы ойнаған профессионал 16 жасынан бастаған дейді. Ол неге оқыған кезде театрда жасөспірімдердің ұлттық театрына барған кезде дейді. Ағырай, he also trained at Guildhall School of Music and Drama, and he completed his training there in 1991. Бұл жерде ол 1991 жылы үлкен мектеп, музыкалық мектеп холлында жаттыққан дейді. Ұлттық музыка және драмалық мектебінде дейді. Сол жерде үйренген екен ол. Ары қарай. His first film was The Power of One in 1992. Ал енді келесі жылы 92 жылдары оның The Power of One деген бірінші фильмі болған екен. Сол фильмде өзі ойнаған екен. One of his first big roles was in Lara Croft, Tomb Raider with Angelina Jolie. Оның ең бірінші үлкен рөлі Лара Крофт фильмінде болған екен. Том Рейдимен ішінде Анджелина Джоли актрисасымен ойнаған екен. He got the part of James Bond in 2005. Яғни 2005 жылы Джеймс Бондтың рөлін сомдаған екен. The first film, Casino Royale, was a huge hit, and he won 3 British Acting Awards for it. Оның ең бірінші фильмі Casino Royale деген болған, яғни сол өте үлкен хитке ие болған соң, ол 3 марапат, үлкен британдық 3-тік марапатына ие болған екен кезінде. He is also the voice of James Bond in video games. Және де қазіргі видео ойындарда байқасаңыздар, оның Джеймс Бондтық дауысы бар дейді. Дауысын мүмкін салған, сондай шығар мүмкін. Сол жерде осыны меңзеп тұр. Окей, бұл жерде енді бізде не істейміз? Бірінші тапсырмада бұл жерде answer the question, сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтарда бізде мынандай болады. Біріншісінде жауабы paragraph 2 is about his career in general, paragraph 3 дейді. Яғни бұл жердегі сұрақтың жауабы осы. Paragraph 3 is about the things he won in paragraph 1 is about personal details.
бұл жерде яғни қай параграфта бұл жерде Дэниел Крейгтің карьерасы жалпы айтылып кеткен, және де марапаты және жеңісі туралы айтылған дейді. Және де оның тұлғалық, жеке тұлғалық әрекеттерін жазған дейді. Сол мінекей мына жерде қай параграф екен мен мына жерде жазып кеттім. Ары қарай екіншісінде where was he born, ол қай жерде туылды. In Chester, England, яғни Честер қаласындағы Англия елінде. Үшінші how tall is he, ол қаншалықты ұзын болды. 1 meter 78 centimeters, яғни 1 метр 78 сантиметр. Ары қарай where did he train, ол қай жерде үйренді. Мен жерге жаңа жазып айтып кеткем. He trained at the Guide Hall School of Music and Drama. Соңғы сұрақта when did he start playing James Bond, ол James Bond рөлін қашан сомдаған дейді. 2005 жылдары деп жаздым. Окей, next exercise number 2. Бұл жерде де параграфты сұраған. Қай параграфта? 3 параграфтың қайсысында жаңағы мына жерде жазса болады. Яғни оның толығады қай параграфта, ол қай жерде жаңағы жаттыққан, ол қай жерде, қай параграфта ол неған жаңағы марапатын ұтқан дейді, жеңген. Мінекей біріншісінде paragraph 1, екіншісінде paragraph 2, үшіншісінде paragraph 3, төртте paragraph 1, бесінде бізде paragraph 1, алтыншысында paragraph 2 and соңғысында жетісінде paragraph number 3 болған екен. Окей, бұл жерде енді language point also, сондай-ақ деген сөз также орысша болады. Осы жаңағы шылауды қолданып біз мына жердегі біреуін таңдап қоюымыз керек. Ол жерде не үшін таңдап қоямыз? Бұл жерде қараңыздар, rule деген яғни ережені қарап кетеміз. Бірінші ережеде бұл жерде also деген сөзіміз, яғни шылауымыз тек қана comes after verb be. Be деген, егерде be деген бұл жерде как көмекші етістік ретінде атқарған, осы көмекші етістік келетін болса, одан кейін also келеді екен. Comes after verb be деген. Ал енді егерде етістік келетін болса, оның алдында тұрады also деген. Неке мысалы мына жерде қараңыздар. He's also the voice of James Bond in video games. Бұл жерде қараңыздар, енді көмекші етістік s болған соң, бұл жерде also одан кейін кеп тұр екен. Ал егерде trained деп мына жерде мағынасы бар етістік беретін болған соң, he also trained at the Guide Hall School of Music дегеннен кейін бұл жерде енді also алдында тұрады. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Окей, exercise number 3. Біріншісінде he played the part of Hamlet. He also played, мінекей мынау болады, also played Julius Caesar. Ағыра екіншісінде he is good at singing. He is also, мінекей мынау болады, he is also good at dancing. Үшінші, we visited London. We also went to Oxford. Also went болады. Окей, төртіншісі, his old video game was boring. It was also, мінекей мынау болады, very easy. Okay, exercise number 4. In exercise number 4, бұл жерде біз берілген мынау суретін танитын жарыста Джим Керри актері болып табылады. Бұл Джим Керриді мына жерде барлығын сипаттап берген. Сол бойынша сіздер мына жерде өздеріңіз мәтін құрауыңыз керексіздер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.